Сау организм каналына қош келдіңіз. Бүгін сіздермен қызықты ақпаратпен бөліскім келіп отыр. Ол пияздың қабығы туралы. Сіз пияздың қабығы туралы не білесіз және оның емдік қасиеттері орасан зор екенін білесіз бе? Видеоны бастамас бұрын менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қолдау білдіріп кетіңіз. Пияздың қабығы негізінен терінің саулығын жақсартады әрі жасартады. Жүрек, қан тамырлары ауруларының алдын алады. Иммунитетті нығайтады. Рак ауруымен күресетінде қасиеті бар. Ағзаны шлактан тазалайды. Аяқ ауруларын емдейді. Шаршауды басып, қуаттандырады. Пияздың қабығы ағзаны құрттан арылтады, ішек жолдарын реттейді, асқазанның жұмысын жеңілдетіп, мидың қан тамырларын тазалайды екен. Қан қысымын қалпына келтіреді, қақырықты түсіріп, несеп жолдарын жұмысын реттеуге көмектеседі екен. Және де терідегі безеу, экземаның жазылуына септігін тигізеді. Пияз қабықтары, яғни пияз үлпектерін ерекше ететін не? Бұл көкөністің ішкі жағына қарағанда пияздың қабығы қоректі заттарға өте толы болып келеді екен. Биомедицинаның зерттеулер нәтижесінде пияз қабығында күшті антиоксидант болып табылатын биоактивті қосылыс кверцетиннің көбірек шоғырланған мөлшері бар екенін көрсеткен. Дерматология профессоры Кэмерон Роксардың айтуынша, кверцетин қабынуды азайтуға, жаман холестеринді төмендетуге және жоғары қан қысымын тежеуге және алаңдаушылық пен депрессияны тыныштандыруға мүмкіндік береді екен. Пияз қабықтарының емдеу жолдары, яғни қалай емдейді? Бірінші, бұл жүрек қан тамырлар жүйесін қуаттандырады, қанның ұюын болдырмайды, жараның тез жазылуына септігін тигізеді және жүрек қағысын реттейді. Екінші, асқазандағы ас қорыту жолдарының жұмысын қалпына келтіре отырып, ағзадағы шырышты шығарады, артық сұйықтықтан арылтады әрі бүйрек ауруының алдын алады. Үшінші, қан айналымын реттейді, яғни варикоз, геморрой, белсіздік және де атеросклероз ауруларын айықтырады. Ағзадағы артық тұзды шығарып, буынның айналасындағы ауруларды емдейді. Төртінші, инфекциямен күреседі, суыққа, вирусқа, саңырауқұлаққа қарсы шипа. Сонымен қатар қайызғақ, табанның қотырын, тері ауруларын, қабыршақтануды және де терінің сезімталдығы мен тегістігін емдейді. Келесі, бұлшықеттердегі ауырлықты, шаршауды, күйзелістерді болдырмайды, сондай-ақ шаштың түсуін тоқтатып, қайраттандырып, қуаттандырады әрі жылтырлығын арттырады. Енді бізде қойылатын сұрақ, қалай дайындаймыз, қалай оны емдік мақсатта қалай ішуге болады деген сұраққа жауап береміз. Қалай дайындайды? Бүйректі емдеу үшін 2 ас қасық ұсақталған пияздың қабығын 2 стакан суға салып отқа қоясыз. Бір қайнап шыққан соң қақпағын жауып қойыңыз. Шамамен 30 минуттан соң тұнбаны сүзіп алып, 1 қасықтан күніне 5 рет ішесіз. Келесі, қан қысымы жоғарылаған кезде пияз қабығынан шай демдеп ішсеңіз, 1 стакан қайнаған суға 1 қасық ұнтақталған қабықты саласыз. 15 минут 20 минуттан соң сүзіп алып, шай ретінде ішесіз. Бұл шай қан қысымын реттейді, сіңірдің тартылуын қойдырады, әрі ісінуді болдырмайды. Сонымен қатар бас ауруынан айығасыз. Суық тигізуден сақтанасыз, тәбетіңіз артып, қан тамырлары тазалайды. Ал холестериннен құтылып, тамырдың саулығын арттырғыңыз келсе, мына тұнбаны дайындап ішіңіз. Ол үшін 1 ас қасық ұнтақталған қабықты 1 стакан араққа саласыз, 2 аптадай күн тимейтін жерге тұндырып қою керек. Осы уақыт өткен соң тұнбаны сүзіп алып, 20 тамшы өсімдік майын қосасыз. Дайын болған тұнбаны 2 апта бойы тамақтанудан жарты сағат бұрын қабылдаңыз. Жүрек ауруын емдеу үшін 2 ас қасық пияздың қабығын
жарты ас қасық бақбақ, яғни одуванчик тамырын және де жарты ас қасық мың жапырақ тысячелетник шөбін араластырыңыз. Оны 1,5 литр қайнаған суға салып тұндырып қоясыз. Шамамен 15 минут 20 минуттан соң сүзіп алып 150 мл-ден ішіп отырасыз. Емді тамақтанудан 1 сағат бұрын қабылдаған жөн. Емделу мерзімі 10 күн ұзақтығы.